17 наурыз 2025 жыл, жергілікті уақыт 18:10, Темір ауданына қарасты облыстық маңызы бар Ақтөбе Балғак Шұбарқұдық автокөлік жолының 154 шақырымы жолда қазіргі таңда су жырып кетті. Қатынас жоқ. Жол жоқ. Мост в аварийном состоянии. Жол жабық. Мына жерде өткел бар, ағыс көп. Мост в аварийном состоянии. Мынау мына Қожасай жем. Кешеге қарағанда әдемі жүріп жатыр, әдемі жүріп жатыр. Ай, сыртынан. Кешеге қарағанда әдемі жайлы бар. Жақсы, жайылып жүріп жатыр. Мынау Қожасай. Бүгін нешесі? 16-сы ма? 16-шы март. Жем бүгін қозғалды. Әртің мұндай емес еді. Жаңа келіп қарап едім, жем көтеріліп батыр. Былтырғыдай болып кетпесін, ал абайдан ал. Қылсары ғана. Ақтөбеде қаланың ортасында су көтеріліп жатыр, Меганың жанында. Қараңыздаршы енді. Қазір осындай тазалық жұмыстары жүріп жатыр. МЧСтер жақсы жұмыс жасап жатыр. Мусорлардың бәрін бірден стақпал бар жаққа бер жаққа тастап. Бірақ ойлаймын да енді қайта еліміз, халқымыз қиналып жатыр. Су тасқын болып жатыр. Ақтөбенің халқы сондай үреймен отырды. Не болып кетеді деген, тағы да су көтеріліп кетер ме екен дегендей. Тәубе жасайықшы, баршамыз тәубеге келейікші, дұға жасайықшы. Енді бұл да бір Алланың сынағы, ескертуі негізі, ескертуі. Сондықтан баршамыз тәубеге келіп дұға жасайық. Аллах тағала елімізге, жерімізге амандық, саулық берсін. Сәлеметсіздер ме кісілер? Сендер білесіңдер ме, немене болып қалды далада? Қазір болып жатыр. Мен далаға шыққанда ойладым, что бүгін қазір далада көктем деп. Оказывается, шыққан сон болсам, осындай перчаткасыз летний киім. Осындай. Ақтөбе қаласы Қарғалы Желянка тұрғын үй алабы, автогородок, сол жердегі мынау Құмдауыт Песчанка деген өзен. Өзеннің суы тасып жатыр. 2-3 сағаттың көлемі болған судың бастап тасып жатқанынан. Рас су тасып жатыр. Бірақ енді былтырға қарағанда биыл судың көлемі аздау.
Қостеректің сайы тасып жатыр. Міне жетті қопаға. Он 8 наурыз кешкі сағат 17:20. Мана су келді. Түстен кейін жоқ еді. Сағат 4:30 екен примерно келді сол уақыт. Қазір көтеріліп келе жатыр. Мынау қасымыздағы ауылдың қасындағы Ұлытаудың өзені. Міне ауылдың несі ырғызға қарай кетеді. Ар жағында бір сала бар, мынаған екі өзек болып ағып тұр. Ал мына ауылдың жоғары жағы Мұғалжар жағы. Ақтөбе қаласы, Бөкейханов көшесі, телевидение су. Қар еріп жатыр. Бүгіннен бастап Ақтөбеде қар қатты еріп жатыр. Қар кәдімгідей отырып қалды біраз. Бүгін 8 наурыз 2025 жыл. Момент келіп тұр, рамасын ашпаза болмайтын болды ау деймін. Міне гидропост Ақшатау ауылдың міне сайдың астында келе жатыр, міне судың ішінде. Кілеге тегін су міне. Су тізеге барады. Иә, өзенге құйып жатыр, өзен көтеріліп жатыр. Ал осындай міне. Өзен жағдайы осындай. Бүгін түнгі кезекшілік ауылдың суының деңгейі қазір көтеріліп тұр. Соңғы уақытта 20 минутте мына жерде судың деңгейі 5 сантиметр көтеріліп тұр. Мына жердегі полочканың басы көрініп тұр. Қазір көрінбей қалды. Судың келуі жақсы. Енді ана жақта бізде поворот бар, сол жерге мұз кептеліп тұрып қалмаса болды.